Армысыздар, қадірлі көрермен, тікелей эфирде басты назарда бағдарламасы. Студияда мен Аяулым Гүлжігіт. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы республикалық референдум. Конституция қарашаға құрған болатын басты құжат десек, енді ел тағдыр шешті таңдауды өзі жасайды, өзі талдайды. Қай заң өзгереді, халық қалай дауыс береді? Осы және өзге де сауалдарға жауап беретін қонақтарды таныстыра кетсем, Алматы қаласы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Жанна Асанова ханым, тарихшы Хангелді Әбжанов, заңгер Ақылбек Исабеков мырза және саясаттанушы Мақсат Жақау мырзалар. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Қадірлі көрермен, сіздер де хабарымызға атсалысып отырыңыздар. Егер референдумға қатысты сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде 275-01-02 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ 8777-046-33-33 WhatsApp желісіне сауал жолдасаңыздар да болады. Жалпы енді референдум деп жатырмыз ғой. Енді алдағы уақытта осы референдум күшіне еніп жатса, заңдар өзгерістер қабылданып жатса, бұл халыққа не береді? Елімізге қандай өзгеріс әкеледі? Осыны халыққа жалпақ тілде, қарапайым тілде түсіндіріп берсеңіздер. Басты өзгеріс менің түсінігімде бұл халықтың мемлекетті, қоғамды басқарудағы мүмкіншілігі, құқығы, жағдайы жақсаратын болады. Енді жасыратын түк жоқ. Біз анау кеңестік заманда халық кеңестері деген болған, бірақ халық дегенмен биліктен алыс қалып еді. Тәуелсіздік тұсында халық билікті жүргізуге жақындады, әйтсе де кешегі қаңтар қасіреті әлі бұл мәселе шешілмегенін көрсетті. Референдум осы бір мәселені халықтың мемлекетті, елді, қоғамды басқаруға, тартуға өзінің мақсаты қылып отыр. Сол мақсатына жетеді деп ойлаймыз енді. Ал басқа екінші бір мәселе, биліктің жүзеге асуында бір тепе-теңдік, тежемелік деген принцип бар, ұстаным бар. Осы принципті енді күшейетін болады. Бір адам бәрін бірдей шешеді, бір адам бәрін бірдей біледі деген сөз жүре бермейді. Осыған байланысты президенттің кейбір өкілеттілігін қысқартып жатыр, парламенттің өкілеттілігін кеңейтіп жатыр. Бұл да референдумның әкелетін нәтижесі деп ойлаймын мен. Жақсы. Ал енді Жанна ханым, келесі сұрақты сізге қойсам, 5 маусым күні референдум өтеді, халық дауыс беруге барады, қатысады. Жалпы осы процеске егжей-тегжейлі тоқтала кетсеңіз, сайлау учаскелері қалай құрылады, қайда құрылады және оның жұмыс уақыты қалай белгіленіп отыр? Негізі 6 мамырдан бастап күнтізбелік жоспарға сәйкес Алматы қаласы бойынша бүкіл осы мемлекетіміз бойынша сайлау учаскі деп үйреніп қалғанбыз, бірақ референдум учаскесі деп аталады. Қазіргі науқанда учаскілердің аты комиссиялар, референдум комиссиясы деп аталады. Мысалы, біз аумақтық референдум комиссия, Алматы қаласы бойынша аумақтық референдум комиссиясы деп аталамыз. 8 аудандық референдум комиссиямыз жұмыс істейді, және де 574 референдум учаскесі қызметтерін атқаруда 20 мамырдан бастап әр азамат өз сол тізімнен көріп тексеруіне болады. Мекен-жайлардың бәрі жарияланған. Бұқаралық ақпарат құралдарында Алматы ақшамы мен Вечерний Алматы өзіміздің үйреншікті газеттеріміз болғаннан кейін сол жерге жариялаймыз, және де веб-сайттарында тұр оның бәрі. Және де сол Алматы қаласының әкімдігінің сайтында қараса болады осының бәрін. Негізі, енді өзіңіз сұрағандай, сайлау учаскелер қалай құралады? Олар негізі сол сайлау қағидасы бойынша, сайлау заңы бойынша сайлаушылардың, азаматтардың сайлау дауыс беруіне ыңғайлы болу үшін жасалады. 3000-нан аспайтын азамат болу керек тізімнің ішінде. Ал тізім қалай құралады десеңіз, бір учаскеде ғой, бір учаскеде. Бір учаскеде, сол принциппен, сол бір территориям дейміз ғой, Алматы қаласы 507 бөлімге бөлініп, бізде 507 осы ашық референдум учаскелер құрылды. Ал қалған 67-сі олар арнайы мекемелерде, ол ауруханалар, әскери мекемелерде, олар сайлаушылар мен азаматтардың уақытша орналасқан мекемелері сол жерде. Оларда мысалы сайлау күні, немесе дауыс беру күні ауруханаға түсіп қалуы мүмкін, немесе сол бір жоспары бойынша санаторияға барып қалуы мүмкін. Солдай азаматтарға жағдай жасау үшін арнайы учаскелер құрылады. Олар бізде 67. Сонымен
Ал тұрғылықты мекен жайына қатысты бұл жерде анықтамасы болу керек пе? Мәселен, басқа қалада тіркелген, бірақ осы Алматы қаласында жұмыс істеп жүрген кісі болса, ол кісі қалай дауыс береді? Енді бұл ретте негізі сайлаушылар, азаматтар тізімі, мысалы, қайта-қайта алып кеткенім себебі сайлау кезінде, кәдімгі өзіміз үйренген сайлау кезінде сайлаушылар тізімі деп аталады. Ал референдум кезінде, референдум туралы заң бойынша референдумге құқығы бар азаматтар тізімі деп аталады. Сондықтан андасында өстіп мен шатасам, оған айып етпеңіздер. Біз референдум бірінші рет өткізіп жатырмыз. Сондықтан ол тізім қалай құрылады? Ол қолма-қол құралмайды бізбен. Арнайы мемлекеттік дерек қор бар жеке тұлғалардан. Ол өзіміздің осы өмір инфраструктурамыз күнделікті бір тіркеуге тұрамыз, тіркеуден шығамыз, меншігімізді тіркейміз және де үйімізді тіркейміз. Соның бәрі сол қазір дерек қордың ішінде бәрі жиналған. Сол дерек қорға сәйкес азаматтар тізімі құралады. Яғни оған ешқандай біздің қол сұғып ықпал етуіміз жоқ. Сол жақтан 20 мамырдың алдында шығарамыз және де учаскелерге береміз. Ал енді негізгі принцип Қазақстан Республикасының заңдылығы бойынша ол тұрақты тіркеу, ол тізімнің ішінде болу үшін азаматтың тұрақты тіркеу болу керек. Себебі енді білесіз ғой, сайлау бойында әр адам өз бір дауыс беру керек, егер тұрақты тіркеусі. Жақсы, енді Мақсат мырза, осы референдумнан кейін біз мемлекет үшін тиімді қандай өзгерістерді күтеміз? Саясаткер ретінде өз ұстанысыңызды айтып кетсеңіз. Ең алдымен бұл жерде біз қоғамымызды демократияландыруды әрі қарай тереңдете береміз. Бұл кез келген дамыған демократиялық мемлекеттердің өткен қадамы. Ол кез келген өзінің қоғамдық мәселесі, экологиялық, әлеуметтік қай тақырыпта болмасын, дамыған мемлекеттерде референдум тұрақты жүріп тұрады. Оның конституциялық өзгерістерге байланысты болуы мүмкін, немесе жергілікті мәселелерге байланысты болуы мүмкін, немесе сол жаңағы төрт аяқ жануарлар, үй жануарларының бір мәселесі болсын. Мысалы, батыста сондай әртүрлі тәжірибелер бар. Сондықтан осы тәжірибелер бұл демократиялық жариялықтың үлкен бір негізгі бір құралы референдум. Әрине, сайлау бұл негізгі демократияның көрінісі үлкен, ал енді референдум ол негізгі конституцияға, ірі құжатқа өзгерістер енген жағдайда, немесе қоғамға, әлеуметке, жергілікті мәселеге өте өзекті мәселелер анықталған кезде, осы референдумды құрал ретінде халыққа әуелі талдауға, талқылауға, содан кейін өзінің таңдауын жасауға мүмкіндік береді. Жалпы референдумның бірнеше түрі бар. Мен соны жаңа жергілікті деңгейдегі мәселелерді талқылауға референдум арқылы да шешуге мүмкіндіктер болады. Конституциялық өзгерістерге, кәдімгі үлкен даму өзгерістеріне, қоғамдық формациялық өзгерістерге алып келетін құжаттарды анықтаған кезде де референдум құралдары арқылы өтеді. Мысалы, жаңа айтып өтті ғой, біз бірінші рет өткізейік деп жатырмыз. Рас, қазір 27 жасқа келген бала ол референдум не екенін білмейді. Өйткені ондай бізде тарихымызда болған дүние емес 95 жылдан бері. Ал енді қазір жағдайда қайтадан демократиялық бетбұрыстар басталған уақытта, саяси реформалар, конституциялық реформаларға бетбұрыс басталған кезде, сөзсіз билік қазір халықпен бірге талдап, талқылап, өзінің шешімін анықтайын деп отыр. Бұл жерде енді әртүрлі пікірлер болуы мүмкін. Оның өзі де демократияның көрінісі ғой. Сондықтан қазір түсіндірме жұмыстары жүріп жатыр, әртүрлі сұрақтар туындап жатыр өзгерістерге. Бұл осы жақсы, дұрыс демократиялық процесс жүріп жатыр. Мақсат мырза, енді өзіңіз айтып тұрсыз, саяси реформа және конституциялық реформа деп, осы екеуінің ара-жігін ажыратып айтып берсеңіз. Ара-жігі үлкен де емес, себебі президентіміз мысалы саяси реформаны қашан бастады? Ол кеше қаңтар оқиғасынан үлкен сабақтар алғандықтан, оның негізі халықпен пікірлесіп, естуші үкімет, естуші биліктің принципінде халықтың бүткіл мұң-мұқтажын, бүткіл арман мұратын ол неге әкеп тіреді? Сөзсіз кезіндегі 30 жылдықтың әуелі экономика, сосын саясат деген принциптің негізінде. Ал енді қазіргі жағдайда әуелі біз саясатымызды түзеп алмай, қоғамның ішіндегі халқымызбен пікірлесіп алмай, оның негізгі ұстанған принциптерімен олардың қалауын, мұқтажын жасап алмай, біз ары қарай экономикалық жылжымайтынымыз көрініс тапты. Сондықтан қазір терең демократияландыру ол институционалдық деңгейде басталады және құзыреттердің өзгеруіне байланысты. Бұл енді әрі қарай жіліктеп айта беруімізге болады, бірақ ең бірінші қадам бұл жерде билік қазір халықпен бірге осы конституциямызды бірге анықтап алайық. Содан кейінгі процестерде біз ары қарай қай бағытта қимылдайтынымызды көрінеміз. Себебі біз формацияны бұзбауымыз керек. Бірақ әр елдің өзінің даму деңгейі бар. Мысалы, былтыр қырғыздар олар суперпрезиденттікке өтті керісінше. Ал біз қазір суперпрезиденттіктен қазір мықты парламенті бар, президенттік билікке өтіп жатырмыз. Жақсы, оған қазір толығырақ тоқталатын боламыз. Ақылбек мырза. Президент деп айтуға бола ма?
жаңа Жанна ханым да айтып кетті, Мақсат мырза да айтып жатыр, бірінші рет деген сөзді. Референдум бізде бірінші рет емес. Біз 95 жылы 2 референдум өткізгенбіз. Мынау сонда біз үшін дедік. Біз үшін бірінші рет. Бұлай үшінші рет біз өткізейін деп жатырмыз. Енді сол өзіңіз қатысқан кезде 95 жылдан бері біраз уақыт өтті. Сол кезде қалай өтті референдум? Қысқаша толығырақ айтып кетсеңіз. Ол референдум есімде. Көктемде сәуір айында өтті, президенттің өкілеттігін ұзарту, күзде тамыз айында өтті, жаңа конституцияны қабылдауға байланысты. Ол уақытта тәуелсіздіктің келгенде көп уақыт болмаған, 4 жыл болған. Әлі 4 жылда толған жоқ. Жұрттың көңіл қошы өте жоғары. Эйфория дейді ғой. Және осы бүгін бастайды, ертең жақсылық келе қалады, өзгеріс бола қалады деп ойладық қой. Содан бардық, даусымызды бердік, музыка ойнап тұрды деген сияқты мектептің ішінде. Алайда енді қаңтардағы оқиғалар көрсетті. Біздің конституциямыз, сол 95-те қабылданған, референдуммен қабылданған конституциямыз толық ашылмағаны. Оның кейбір мәселелерде басшыларға, жаңғыз президент емес, бүкіл басшыларға артықшылық бергені, Қазақстанның ішкі сыртқы саясатын президент анықтайды деп жазылған ол конституцияда, қазіргі жұмыс істеп тұрған конституцияда. Соны біздің басшылар өз саламда бәрін мен анықтаймын деп түсінді ғой. Сөйтті де мектептің директоры, заводтың директоры, тағы басқа бастықтар, бірінші бастықтар өзім білемгіз басты. Ал енді мына референдум оған жол бермеу керек. Ақылдасып пішкен тон келте болмас дейді. Шешім ұжымдық болса, атқару жеке адамның жауапкершілігімен жүргені дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, керемет аға. Құрметті көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейін, хабарға атсалысып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса тікелей эфирде 275-01-02 нөміріне хабарласыңыздар. Сондай-ақ біздің WhatsApp нөмірімізде іске қосыла. Ақылбек мырза, өзіңіз айта кетсеңіз, жаңа Хангелді айтып жатыр ғой, сол бірінші дейікші қабылданған референдум тәуелсіздіктен кейінгі эйфориямен қабылданды деп. Ал енді сіз өзіңіз заң тұрғысынан айтсаңыз, бүгінгі таңда референдумды қабылдап, кейбір заңдарға өзгеріс енгізуге не түрткі болды? Заң тұрғысынан айтсаңыз. Енді заң тұрғысынан айтқан кезде жалпы кішкене тоқталып өтейінші осы референдум несіне, сайлаудың конституцияға енгізіліп жатқан ата заңымызға толықтырулар мен өзгертулердің. Әрине. Біздегі қазіргі болайын деп жатқан алдағы 5 маусымдағы референдум 6 рет өзгерістер мен толықтыруларды жасайын деп жатырмыз. Жалпы бірінші рет 2007 жылы 21 мамырда болды. Ол жерде 1998 жылы 7 қазанда болды. Ол жерде 19 бапқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Екінші рет 2007 жылы 21 мамырда 40 бапқа енгізілді. Үшінші рет 2011 жылы 2 ақпанда бір бапқа енгізілді. Төртінші рет 2017 жылы 10 наурызда 25 бапқа енгізілді. Бесінші рет 2019 жылы 23 наурызда бір бапқа енгізілді. Өзгерістер мен толықтырулар. Енді осы алдағы болайын деп жатқан конституцияға өзгерістер мен толықтырулар 33 бапқа енгізілейін деп жатыр. Оның ішінде 56 нормаға енгізіледі, конституциялық нормаларға. Ал енді өзіңіз айтып тұрсыз, неге осылай ата заңымызға жиі өзгерістер еніп жатыр? Бұл енді қалай деп айтсақ болады. Яғни бұл ата заңымыздың тұрақты түрде жұмыс істемеуінің бір көрінісі болады деп есептеймін. Өйткені біздің осы 30 жыл тәуелсіздіктің кезінде бірнеше жаңағыдай заңдарымыз, ата заңымыз, оның ішінде осындай өзгерістерге ұшырағандығының өзі біздің заңдарымыздың динамизмінің орындалмай жатқандығында деп есептеймін. Яғни ол халықтың көңілінен шығып жатқан жоқ. Халық оған тікелей қатысып жатқан жоқ. Оның ішінде біз осы заңдарды қабылдаған кезде мамандар, әсіресе осы біздегі мынау заңгерлер қауымы осы заңдарға қабылдаған кезде қатысып жатқан жоқ. Қазақта мақал бар емес пе? Шымшық сойса адам қасапшы сойсын дейді. Жалпы заңды талқылаған кезде, заңды қабылдаған кезде кез келген заңның нормасын оны маман заңгерлер қабылдамаса, қатыспаса эксперт ретінде ол заң шекілік болады, оның заң. Сол үшін мен өзім ойлаймын, сол кездегі заңгерлер қатыстырылған жоқ бұл заңдарға қабылдағанда. Осының нәтижесінде осындай заңдар бізде олқылықтарға
кемшіліктерге ұшырап жатыр. Жақсы, ал Мақсат мырза, сіз қалай ойлайсыз? Осы қабылданған референдум елде өзгеріс алып келеді деп отырмыз ғой, бұл өзгеріс халық көңілінен шығады ма? Біріншіден, бұл ол жердегі жаңа заңгерлер болсын, мамандар болсын, осы ата заңға өзгерістер жасағанда олар ойдан шығармайды ғой. Оның барлық қоғамның сұранысынан, уақыттың сұранысынан. Мысалы, жаңағы алдындағы өзгерістердің барлығы сол өзінің уақыт кезіндегі, мысалы, мықты президенттік билікті күшейтетін кезіндегі қажетті өзгерістер болды. Қазір енді оның қажетсіздігі түсінді. Әр нәрсенің, мысалы, тарихи маңызы жойылған деген ұғым болады. Мысалы, сол кезіндегі саяси биліктің әрекетінің бір белгілі қажетсіздігі анықталды да, қоғамда ол әлеуметтік кері әсерлеріне әкеледі. Оны кеше қаңтар оқиғасы мысалы. Яғни пісіп жетіліп әбден қажеттілік әртүрлі туған кезде. қазіргі уақыттың талабы басқаша. Қазіргі жас ұрпақ мүлдем айтып отырмыз ғой, референдум көрмеген жаңа ұрпақ бар. Ол цифрлы ұрпақ дейсіз ба, оны атын атау болады. Ақпараттық сандық өзгерістер бар. Мысалы, сайлаудың өзінде ертең 10 жылдан кейін немесе 5 жылдан кейін мысалы электронды сайлаумен өзгеруі мүмкін әбден. Мысалы, уақыт өзгеріп отыр, түсінік өзгеріп отыр, ұғым өзгеріп отыр, саяси технология өзгеріп отыр, айналадағы дүниелер, геосаяси жағдай өзгеріп отыр. Соның барлығына, мысалы, іштегі режимді өзгерту мүмкіндіктерді. Мысалы, кешегі режим мен бүгінгі режимді өзгерту салыстыруға мүлдем болмайды. Себебі қазір саяси жаңғыру режимі, жаңару өзгерістер басталып жатыр да. Себебі президент, мысалы, көп құзыретінен айырып жатыр өзінен. Өз өкілеттігін беріп жатыр, қоғаммен бөлісіп жатыр, маслихатпен бөлісіп жатыр, сенатпен бөлісіп жатыр, өзінің тағайындалатын құзыреттерін шектеп жатыр. Ол сенаттағы, мысалы, 15 ет, қазір 5-ке дейін алып барды, 5-еуі тек ассамблеяның ұсынысымен ғана бекітеді. Немесе маслихатқа, облыстық маслихатқа барған кезде әкімдердің, мысалы, қаласаң да қалайсың, қаламасаң да қалайсың деп тағайындап кететін әкімді, мысалы, қазір ондай емес. Қазір алды бірнеше 2-ден жоғары кандидаттар ұсынады. Ол бүткіл облыстың маслихаттарының біріккен отырысында олар қаласа, мысалы, ол жергілікті өкіл болуы мүмкін, сол жерде тәжірибесі отымен күлме шыққан әкім болуы мүмкін, тәжірибесі болуы мүмкін, болмаса болашақтан мүлден мұрнына иісі бармайтын тәжірибесі біреу болуы мүмкін. Халық маслихат өкілдері, депутаттар өздері анықтайды. Міне бізге осындай әкім керек деді. Міне президент осымен қазір өз құзыреттерін бөліп беріп жатыр. Яғни суперпрезиденттік ұғымнан арылу қажет деді жаңа мемлекет. Түсінікті. Жақсы, құрметті қонақтар, егер сұрақтарыңыз болса, бір-бірлеріңізге қойып пікір алмасып отырсаңыздар болады. Сұрағымды Жанна ханым сізге қойсам, жалпы ата заңымызда бас аяғы 98 бап болса, оның 33 бабына 56 өзгеріс енгізіледі деді. Ал халық дауыс беруге барған кезде, референдум учаскелеріне дауыс беруге барған кезде, қалай дауыс береді? Сол 56 бюллетенде 56 сұрақтың барлығы беріле ме, әлде бір ғана сұрақ бола ма? Осы бюллетен мәселесін халыққа түсіндіре кетсеңіз. Негізі референдумге дауыс берудің өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы, сайлау кезінде біз бюллетеннің ішінде кандидаттардың алдыңғы жылдары фамилиясын көріп жүрсек, сосын заң өзгерді, партиялар кіргізілді, енгізілді, 5-6 сол дана партияны көріп, соны таңдап жүрсек, қазіргі сәтте бюллетенде 2 ғана жолша болады. Қолдаймын және қолдамаймын деген, за или против деп орысша, 2 тілде. Сол енді алдын ала не үшін қазіргі осы жұмыстар жүргізіліп жатыр, халыққа осы азаматтар арқылы, қоғамдық бірлестіктер арқылы, белсенділер арқылы осы өзгерістердің бәрін түсіндіріп, сол халық өзі сол өз еркімен учаскеге барып, соның өзінің таңдауын жасаса деген осы. Яғни алдын ала халық дауыс беруге баратын кезде барлық 56 өзгертуді оқып біліп барғанда тек қана бір қағазда я немесе жоқ деп жауап беру керек дейсіз ғой. Негізі ақпараттың бәрі қазір сайлау референдум учаскелерінде бәрі орналастырған арнайы стендтері бар. Және деміз ақпарат орталығын ашып жатырмыз. 338-45-45 деген сол жерден өзінің учаскесін білуге болады. Қандай сайттан қараса болады тағы да? Open Алматы сайтынан және Алматы қаласы әкімдігі сайтынан өз-өзіңді тізімде тексер деп жеке салық нөмірі дейміз ғой, иін соны енгізіп, учаскенің номерін білуге болады. Ал енді тағы бір айта кететін нәрсе өте маңызды деп ойлаймын. Егер мысалы кәдімгі сайлау кезінде бізде сайлаушылардың саны, сайлауға қатысқан сайлаушылардың санына онша мән бөлінбесе, қанша келді сайлаушы, сонша сайлаушыны санап, арасынан сол дауыстарды шығаратын принципте негізі. Ал енді референдум кезінде міндетті түрде сайлаушылар
азаматтардың, мысалы тізімге енген азаматтардың Алматы қаласында 1.100.000-ден астам азамат қазіргі таңда тізімге енген. Соның жартысынан көбі дауыс беру керек. Сондықтан оның ішінде референдум өтті деп саналса, және сол дауыс берген адамдардың ішінен қарсы және қолдаймын деген дауыстар саналады. Интернеті жоқ, шеткі аудандар бар екені жасырын емес. Оларға қандай түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр? Учаскелік референдум комиссиялары қазір арнайы үй-үйді аралап, пәтерлерді аралап, частный сектор дейміз ғой, мысалы жеке үйлерге, жер үйлерді аралап, қазір арнайы ақпарат қағаздарын тапсырады. Бұрын пригласительный шақыру билет дейтінбіз. Қазір оны да біз жасадық, және де арнайы сол бүкіл ақпараты бар плакаттар жасадық, соның бәрін белсенді жүргізіліп жатыр дейсіз ғой. Жүргізіліп жатыр, иә. Бұрынғы сайлауда қалай болды, сондай топтар құрылып, иә. Жақсы, енді референдумға қатысты қоғам зиялыларының да пікірін білген едік. Дәл қазір LED экранға назар аударып, сол аға буынның пікірін тыңдасақ. Ашық болу керек. Ашық. Сол ашықтыққа менің түсінігімде ешнәрсе жетпейді. Референдумда халық өзінің ойында, көңілінде, ниетінде, ықыласында білдіреді. Сенген кейбіреулеріміз қазақ бәрін осыған қатыстайды. Жоқ, мен Қазақстанның суын үшін, ауасын жұтып, топырағын басып жүрген қаншама халық бар, соның барлығы түгел қосылса, сонда ғана бірлік болған жерде тірлік болады. Жаңа Қазақстанымыз жаңаса түрленсін, жаңаса гүлденсін деп соны тілеймін. Біздің еліміз 30 жылдан бері Америка Құрама Штаттары сияқты азаматтық бағытта дамып келе жатыр. Ал біз қазақ халқы бүгінгі таңда Қазақстан халқының 80%-на жуықтаған қазақ халқы мемлекет құраушы ұлт екендігінің мәртебесі конституциямызда көрсетілмеген. Сондықтан мен осы енгізілетін өзгерістердің қатарына Қазақстанның ұлттық сипатта даму мүмкіндіктеріне жол ашатын жаңа формулировка ұсынып отырмын. Қазіргі өзгертулер ол ерекше, қомақты өзгерістер. Өйткені жаңағы парламенттің жасақтауын қазір мысалы 30% мажоритарлық жүйеменен жасайтын болды. Оны халық сайлайды. А бұрын партия арқылы ғана болған, ол партияның соның кейін айтайын дегенім, бізде партиялардың барлығы озық партия емес. Мен енді заңгер ретінде мысалы конституциялық кеңестің конституциялық сот болуына мысалы өте дұрыс деп мен санаймын. Өйткені оған жүгінетін адамдардың несі лауазымды адамдар ғана болған, ал халық мысалы конституциялық құқықтар бұзылып жатса, оған жете алмай жүрген болған. Ал қазір соған барып өзінің конституциялық құқықтың қорғауға жаңағы несі бар, құқы бар. Міне бұл аға буын өкілдерінің конституцияға берген бағасы өзінің ой пікірі, иә. Ал енді Хангелді аға, өзіңіз айтыңызшы, жалпы осы бірнеше заңға өзгеріс енгізіп жатыр. Халық қайсысына жанына жақын қабылдады деп ойлайсыз? Менің байқауым бойынша, мынау қалалық штабтың мүшесімін, сол болашақ дауыс берушілермен кездесіп жатырмыз. Сонда байқағаным, жастар бұл жолы белсенділік танытуда. Жастар кәдімгідей сұрақ қояды, кәдімгідей қызығушылық танытады. Ал енді анау 90-шы жылдардағы 21-ші ғасырдың басындағы сайлауларда, референдум болсын, басқа болсын, аға буын бұрынғы қалыптасып кеткен тәртіппен тайлы тұяғына дейін қалмай баратын. Бұл уақытта жастардың бір селқостығы, бейқамдығы бар еді. Мына жолы жастар оянған тәрізді. Мен осы жастардың белсенділігіне қуанамын. Соның енді төмен түсіп қалмағанын қалар едім. Өйткені жастар белсенді болса, қоғам тез сауығады. Жастар ақыл жастан дейді ғой. Қоғам интеллектуалдық жағынан тез есейеді. Осы жастардың белсенділігіне мен көзім жетіп тұр. Ал енді тағы бір айтайын дегенім, мынау конституцияға өзгеріс енгізе берумен көп әуестенуге болмайды. Ата заң деп тұр. Онда бір рет жазылғасын, ол бәленбай жылдар бойы жұмыс істеу керек. Жаңа ақыл айтты. Конституцияны қабылдадық, 98-де енгіздік, 2001-де енгіздік. Осы кеше 19-да енгізіп жатыр. Қажеттілік туындады деп отыр ғой. Ондай конституцияда бедел болмайды. Ол конституцияны айтады, ертең өзгеріп кетеді, қайтесің оған басын қатырып дейді. Осы бүгін ертең енетін 56 өзгеріс, соңғы өзгеріс болсыншы. Болаттай бекітілсін дейсіз ғой. Шегеленіп қалу керек. Бұны Американың конституциясына 2,5 ғасыр болды. 26 өзгеріс енген екен.
26-ақ өзгеріс, ол интернетте тұр. Сосын, және бір Америкадан үлгі алатын жағдайымыз, шығыста айтқан, дәрігері жоқ, соты жоқ, елде өмір сүруге болмайды деген. Мен айтар едім Американың үлгісімен. Мынау президент, қазіргі президент, кетерінің алдында соттарды өз указымен анықтап тағайындап кету керек. Екінші президент оларды алмау керек қызметінен. Енді әрине пара алып қойса, қылмыс жасаса әрине алынады. Ал былай айда шай жоқ, алып тастауға болмайды. Сонда соттардың еркін қимылдайды, заңның рухын, әрпін сақтайтын болады. Осындай озық тәжірибені біз қолдануымыз керек. Жақсы. Мақсат Мырза, Хангелді ағамыз айтып жатыр, жастар белсенділік танытып, осыған белсенді қатысып жатыр деді. Бұрын соңдағы буын өкілдері белсенділік танытқан деп. Жалпы енді өзіңіз жастардың ойы қандай деп ойлайсыз референдум туралы? Бүгінде бір сауалнаманың қорытындылары шығып жатыр ғой, 73% қолдап тұр деп референдумда, яғни конституциялық өзгерістерге қоғамның сондай бір бүгінгі бір нәтижесі шықты деректер көздерінен. Әрине, жастарға бұл таңсық дүние ғой референдум бір жағынан. Оларда қазір кешегі сайлаулардың немесе бір әртүрлі әділетсіздіктердің мысалы көріністерін көріп қалды. Және олар өздерінің бағасын да беріп үлгерді. Көп дүниеге қазір уақыт өз бағасын береді, әсіресе жастар. Бұл жерде меніңше биліктің де осы жаңа толқынның пікірлерімен санасқандығы бар сияқты. Себебі көп өзгерістер бұл көп жастардың шетелге оқып келгенінен, шетелдегі өмірдің тіптен басқаша екендігінен, дәл солай өмір сүру керек, бірақ бізде де ішкі саяси өзгерістердің қажеттілігі туындайды. Бұл мәселелердің көбісі саяси партиялардан да кезінде айтылып келді түрлі сайлауларда. Осының барлығы меніңше сол естуші биліктің қазір орындап жатқандығы. Бұл енді кеше қаңтар оқиғасына тіреп әкелуге беруге де болмайды. Себебі президент өзі сайлауға түскен уақыттың өзінде Қасым-Жомарт Кемелұлы сайлауалды бағдарламасында да бұл дүниені айтып қалғандығын. Демократияны тереңдете беру. Сондықтан қоғамдық кеңестер пайда болды. Одан кейін 20 мыңнан 40 мыңнан 20 мыңға түсті, саяси партия құратын болсаңыздар, 7%-дан 5%-ға меже түсті. Егер парламентке депутаттар түсетін болатын болса, мысалы партиялық межелер, соның барлығы өз кезеңімен, уақыт-уақытымен келе жатқан дүние болған. Жақсы, қазір партияға біз бөлек тоқтала кетсек, Ақылбек мырза, жалпы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің сөзінде конституциялық сот құрылады деді. Бұған дейін конституциялық кеңес болды, иә? Жалпы түсіндіре кетіңізші халыққа қарапайым жалпақ тілмен конституциялық сот дегеніміз не? Ол адам құқығын қалай қорғайды, қандай уақытта жүгін аламыз? Бізде 95 жылғы конституцияда, жалпы 95-тен бұрын 93 жылы конституция қабылдаған болатынбыз біз, алғашқы конституциямыз. Сол конституцияда осы конституциялық сот тармағы билігі бекітілген болатын. Енді кейін 95-те қабылданған конституция бойынша ол конституциялық кеңеске ауыстырылды. Оның құрамы, мүшелері анықталды. Ал енді қазіргі мынау алдағы болайын деп жатқан, қабылдайын деп жатқан конституциядағы өзгерістермен толықтыруға байланысты конституциялық сот болады. Енді оның төрағасын, орынбасарын, жаңағы мүшелерін қабылдаудың енді өзінің процедурасы сол конституция қабылдайтын жобада көрсетіліп тұр. Оны енді қарастырамыз. Жалпы бұл жерде конституциялық сот, жаңа айтып жатырмыз ғой біздің ағамыз, Өмірәлі ағамыз, ұстазымыз айтты. Жаңа лауазымды тұлғалар деп айтып жатыр. Жалпы енді бұл жерде лауазымды тұлға емес, кез келген жеке тұлғалар, құқықтары бұзылған, заңды тұлғалар болсын, жалпы жеке азаматтардың бәрі өздерінің бұзылған конституциялық құқықтарын қалпына келтіру үшін осы конституциялық сотқа жүгіне алады. Ал бұрын соңды лауазымды тұлғалар конституциялық кеңеске лауазымды тұлғалар ғана жүгіне алатын болған. Солай ма? Солай деп айтып жатыр, бірақ енді ол заң бойынша негізі басқаша болды. Енді бұл жерде енді заңды тұлғалар деп айтамыз ғой, заңды тұлғалар мен оңсын шатасып отырмыз, заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар. Лауазымды тұлғалар деген мәселе жоқ енді. Жақсы, түсінікті. Ал енді сіздің заңгер ретінде осы референдумнан не күтесіз? Референдум енді 95 жылы қабылданған референдумда қатысқан қазіргі сол кездегі азаматтар мен азаматшаларды қарап отырсам 45-ке келген екен. 18-ге толған азамат сол кездегі. Ал енді бұл жаңа мына Мәкең айтып жатыр, демократияның бір үлкен көрінісі, әрі жемісі деп есептейміз. Бірінші рет 27 жылда осы референдум болғалы жатыр. Бұл жерде халықтың тағдыры, елдің тағдыры,
жалпы барлық мәселенің тағдыры осы конституцияда, ата заңымызда көрсетіледі ғой. Ал қалған мәселелердің бәрі, қалған қабылданатын заңдардың бәрі, нормативті актілердің бәрі осы конституцияға сәйкес қабылданады. Сол үшін халықтың бәрі осы конституцияға референдумға қатысуымыз керекпіз. Жақсы. Жанна ханым, референдум учаскелерінде бақылаушылар болады ма? Міндетті түрде. Қай жерде референдум кезінде бақылаушы ретінде бір ерекшелігі бар. Заңға сәйкес, референдум заңына сәйкес, тек қана қоғамдық бірлестіктің өкілдері қатыса алады. Ал енді қай жерде тіркеледі деген сұраққа жауап берейін, олардың арнайы тіркелетін процедурасы жоқ. Референдумге дауыс беру күні арнайы сол қолында құжаты болу керек, сол қоғамдық бірлестіктің өзіне жүктелген міндеті жайлы. Формасы енді әртүрлі, әркім өзінше береді. Шетелдік бақылаушылар болмайды? Жоқ, шетелдік бақылаушылардың олардың статусы басқа. Оларды орталық сайлау комиссия деңгейінде аккредитациядан өткізеді. Олар арнайы өзінің заңнамаға сәйкес нелері бар, нормалары бар. Сол жерден куәліктермен сол өңір-өңірге бөлініп, олар бізге келеді. Біз оларды тіркемейміз. Осы Алматы қаласының шеңберінде дейік, олар осы орталықта тіркеледі. Жақсы, ал комиссия құрамына кімдер кіреді? Жалпы осы сайлаудың нәтижесі қанша уақытта шығады, қалай есептеледі дауыс? Осыны қысқаша айта кетсеңіз. Енді айта кетсек, Алматы қаласында 5 маусым күні 5000 тура 5000 адам сайлау комиссиясы емес, референдум комиссиясы. Референдум комиссиясы міндетін атқарып, қызметін, жұмысын істейді. Енді бұлар алдында сайланған комиссия мүшелері негізі заңға сәйкес, сайлау туралы заңға сәйкес, сайлау комиссия мүшелері маслихатпен, саяси партия мен қоғамдық бірлестіктер берілген кандидатуралардың негізінен алынып, маслихат депутаттарымен сайланады. Ал енді мысалы деген, енді өмір өтеді ғой, арасында неше түрлі жағдай болады, ол маслихаттың сессиясы болмай қалады, арасында адамдар семья жағдай өзгереді, мысалы денсаулық жағдаймен шыға алмайды, және тағы да басқа жағдайлармен егер орнына босап жатса, оны жоғарғы деңгейдегі комиссияның шешімімен орнына басқа адам уақытша тағайындалады. Жақсы. Мен бір сұрағым бар сізге. Мен анау бюллетень санағанда бақылаушы болдым. Бізді столда санап отыр комиссия мүшелері, бізді ол столдан 9 метрге отырғызып қойды. Біз анда не істеп жатыр, не қойып жатыр білмейміз даже. Осы алдымызда өткен сайлауда ма? Бұрынғы сайлауда. Енді ол учаскенің өзінің ерекшеліктеріне байланысты кейбір кезде мысалы сайлау комиссия мүшелерінің ыңғайсыз болады, олар да қызметтерін істейді ғой, жұмысын істейді. Мысалы деген кейбір адамдар 9 метрден де көре алады, кейбірлер 3 метрден де көрмейді. Олар бізге қарап тұр, біз олар қарап тұрмыз. Қағазды олар теріс жағымен алып отыр, бізге теріс жағын қарап отыр. Осын біз айттық, біз көріп отырған жоқпыз ғой. Жоқ, ережесі 9 метр. Енді ол өткен жағдайды қазір. Жоқ, бұл жол қандай болады енді? Тағы 9 метр бола ма? Жоқ, ондай 9, 5, 6 метр деген талап жоқ. Негізі бақылаушының бақылау кезінде сайлау комиссиясының немесе референдум комиссиясының қызметіне бөгет жасамай, сол арнайы белгіленген орында болу керек. Бүкіл комиссия учаскелер, бүкіл сол ішіндегі әртүрлі мекен жай болады, үлкен мекен жай болады, кішіреу мекен жай болады. Сол кезде комиссия төрағасы арнайы орындар белгілейді. Осында бақылаушылар отырады, мына жерде комиссия мүшелері отырады. Соны міндетті түрде қабылдау керек. Жақсы, Жанна ханым, ол түсінікті. Мақсат мырза, бақылаушылардың рөлі қандай? Міндеті қандай бұл жерде? Біз айтып отырған референдумның өзінде де конституциялық жаңа 56 өзгерістер бар ғой, 36 баптың ішінен. Сол жерде бақылаушылардың да құқықтары мен міндеттері анықталып кетеді. Ол қазір толық ашылып айтылып жатқан жоқ. Бірақ та осы кешегі түрлі келеңсіздер туралы айтып жатырмыз, оны бәріміз білеміз. Мысалы, соның барлығын конституцияның өзінде тайға таңба басқанда көрсетіліп береді. Бақылаушылардың орны. Одан кейін сайлау процестерінің өту, мысалы, сандық, цифрлық, әлеуметтік желіде қалай қолданылу керек. Соның барлығына, мысалы, әлеуметтік желіде шықса, алдыңғы сайлауларда, мысалы, бұның өзі төленген ба, жаңағы орталық сайлау қорына немесе басқа деген сондай сұрақтар туындайтын, алғы заңсыздықтарға келетін. Енді оның барлығын әлеуметтік желіні қазіргі бәрі біз кете алмаймыз одан. Қоғамның өзі сол жақта тұр қазір. Міне сол жерде де сайлауды қалай өткізу керек науқанда. Соның барлығы осы конституцияның өзгерістерінде де көрініс табады. Жаңа конституциялық сотқа қатысты бір нақты айтып кетейін. Конституциялық кеңес бұл саяси орган болған. Ал мынау конституциялық сот
бұл ең жоғарғы қадағалаушы орган. Біздің сайлаудың өткен өтпегенін, дұрыс өткен өтпегені туралы да Конституциялық сот бағасын береді. Жақсы. Иә, әділдігін жүргізеді. Яғни кез келген инстанцияда, сотта мысалы әділдікке жетпеген азаматтың құқықтары, оның конституциялық құқықтарын ең соңғы конституциялық сот инстанциясының бағасын береді керек десеңіз, алдыңғы шешімдерін бәрін жоққа шығарып. Яғни бұл жерде біз адамның, азаматтың толық құқығының үстем болуын, мерей үстем болғандығына осы конституциялық сот шешім шығарып отыр. Және айта беріңіз. Қысқаша айтсаңыздар. Біздің болашақтағы қабылданайын деп жатқан конституциямызда адам құқықтарын қорғайтын уәкіл деген өкілеттілікті қызмет тұлғаны енгізіп жатырмыз. Осы кісінің мысалы осы тұлғаның атқаратын қызметі осы жерде ерекше болады. Өйткені ол үш биліктің арасындағы атқару билігі, заң билігі және сот билігі деп айтамыз ғой. Осы үш биліктің арасындағы болып жатқан мәселелерді, дауларды осы уәкіл шешіп отырады да, осы бәрін жаңағы қадағалап отырады. И осы конституциялық сотқа осы кісі жеткізіп отырады. Жақсы, рахмет. Хангелді аға, өзіңіз бір ауыз сөзбен түйіндеп қорытындыласаңыз, референдумнан не күтеміз, халық қандай статистика береді деп ойлайсыз? Жақсы. Референдум бұл біздің тағдыр анықтағыш сәтіміз. Өйткені халық өз тағдырын өзі шешетін жағдай. Біреу келіп бізді ұшпаққа шығармайды. Біз өзіміздің тағдырымыз өзіміздің қолымызға кеп тұрғанда, енді сауаттылық, азаматтылық, тазалық сақтайық. Тәртіппен жүрейік, тәртіппен дауысымызды берейік. Мынау конституцияның өзгерістерін мақұлдап қолдайық. Сонда жаңа Қазақстан деді ғой президентіміз. Ал жаңа Қазақстанның мәні әділетті Қазақстан деді. Сонда шынымен де әділетті Қазақстан болады деп ойлаймын мен енді. Жақсы, керемет. Жанна ханым, енді өзіңіз сайлаудың басы қасында боласыз, бесі күні. Халыққа не айтар едіңіз? Енді уақытым болса мен тағы бір нәрселер айтқым келіп тұр. Негізі қазір сұрақтар көп, сіз өзіңіз сұрадыңыз. Қысқаша айтып өтсеңіз. Егер тізімде айтылған телефон бойынша өзіңіз тізімде таппасаңыз, оның бәрін анықтауға болады. Біріншіден, екіншіден, Алматы қаласында тіркеуіңіз жоқ болса, қазіргі уақытта 5 маусымға дейін есептен шығару куәлік алу мүмкіндік бар. Соны алып қою керек. Себебі 5 күн келіп тұрады маған тіркеу куәлігін бер деп. Және тағы бір маңызды нәрсе, егер мысалы үйде және үйіңіздің көршілер болады ғой, үлкен қарт адамдар, мүгедек адамдар сайлау учаскесіне, референдум учаскесіне бара алмайтын, олар арыз беру керек арнайы 12-ге дейін, маусымның 5-ші. Сонда адамдар болса айтып жүріңіздер, сен қазір арыз беруің керексіз деп. Егер бара алмаса, көмектесіңіздер арызын беруге сол үлкен қарт кісілер. Себебі сайлау күні бағана брифингте айттым, көбінесе қарт кісілер звондайды. Білмей қалған, естімей қалған, бара алмай қалған. Сол негізі енді сайлауға қатысу біздің негізгі күтуіміз, соны аңсаймыз. Референдум өтеді деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет, құрметті қонақтар. Студиямызға келіп, бағдарламамызға қатысқандарыңызға алғыс білдіреміз. Әрбір қазақстандық өзінің болашағын ойлайтын болса, онда келешегіне бейжай қарамайды деп сенеміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымызға қатысқан спикерлерді тағы да айта кетсем, Алматы қаласы аумақтық сайлау комиссиясының төрайымы Жанна Асанова ханым, тарихшы Хангелді Абжанов және заңгер Ақылбек Исабеков мырзамен саясаттанушы Мақсат Жақау мырзалар болды. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз. 5 маусымда республикалық референдумға жұмылған жұдырықтай атсалысып, тағдыр шешті таңдауды бірге жасайық. Келесі эфирде жүздескенше сау саламат болыңыздар.